Құрметті студенттер, келесі видео бас бұлшықеттерінің жалғасы, ол екінші топ, функционалдық тұрғыдан ол шайнау бұлшықеттеріне арналады. Жалпы шайнау бұлшықеттері біріншіден өзлерінің ерекшелігі, ол бір шетімен бас сүйекке бекіткен болса, екінші шеті міндетті түрде төменгі жақ сүйекке бекиді. Сондықтан төрт бұлшықетте шықшыт буында қозғалыстар жасайтындықтан оларды шайнау бұлшықеті деп атаймыз. Енді шайнау бұлшықеттеріне барлығы жұп, әрине төрт жұп бұлшықеттер жатады. Сондықтан біз шетінен тоқталамыз. Бірінші бұлшықет ол самай бұлшықеті. Жоғарыдан төмен қарай жүреді. Самай бұлшықеті мускулус темпоралис. Енді мына жақта жоғары жағы көрсетілмеген, бұл фосса темпоралисті толтырып тұр. Және линия темпоралис супериордан басталады. Сөйтетте олар барлығы жиналып желпуіш сияқты бір ортақ сіңірге бірігеді. Мынау бізде тұрған бет тоғасы. Бет тоғасының астымен өтеді. Қайттан қараймыз. Бет тоғасының астымен өтеді. Төменгі жақ сүйектің алдыңғы өсімісі, немесе оны тәжді өсім дейміз. Процессус короноидеуске келіп бекиді. Сонда бұл бұлшықет жиырылған кезде, егер біз айтамыз, бұл бұлшықеттің жағдайында пунктум фиксум беку нүктесі ол фосса темпоралисте, линия темпоралис супериор деп айтатын болсақ, оның пунктум мобил, яғни бұл тәжді өсімдіге беккен бөлігі. Бұл бұлшықет осы жағдайда төменге түскен төменгі жақта ол жоғары көтеріледі. Келесі бұлшықет ол шайнау бұлшықеті. Өзі аттас мускулус массетер. Бұл екі бөлімнен тұрады. Беткей және терең бөлім дейді. Мынау бет тоғасы. Беткей бөлімі, не қарасақ, беткі бөлімі осы бет тоғасының алдыңғы 3-тен 2 бөлігінен басталады. Ал тереңгі қабат оның астында тұрған мына бөлігі ол бет тоғасының артқы 3-тен бөлігіне бекиді. Сөйтеді екеуі бір қарыншаға бірігеді, қараймыз. Міне сосын төменге қарай түседі, төменгі жақтың бұрышына ангулус мандибуледа, егер сүйектік деңгейде еске алатын болсақ, туберосоидас массетерика бар. Осы жерге келіп бекиді. Бұл бұлшықеттің де пунктум фиксум бұл бет тоғасы болып табылады. Өйткені жоғарғы жақта басқа буын жоқ. Бас сүйектері үзіліссіз қосылады. Сондықтан бұлар пунктум мобил төменгі жаққа беккен бөлігі, яғни төменге түскен төменгі жақта жоғары қарай көтереді. Бұл да яғни осы функцияны атқарады екен. Келесі бұлшықеттер ол тереңгі қабат. Ол үшін біз оны басты іш жағынан қараймыз. Іш жағынан қараған кезде бізге екі бұлшықет көрінеді. Оның біріншісі медиалды қанат тәрізді бұлшықет. Мускулус птеригоидеус медиалис et lateralis. Латералды қанат тәрізді бұлшықет. Не алдыңызда көрініп тұр. Енді латералды қанат тәрізді бұлшықетті қарайтын болсақ, мына көрініп тұрған сына тәрізді сүйектің қанат тәрізді өсіндісі. Егер бас сүйекте қарайтын болсақ, қайталайық. Міне, қанат тәрізді өсінді процесс птеригоидеустың медиалды және латералды табақшасы бар. Оның ар жағынан бүйірден қарайтын болсақ, самаясты шұңқыры бар. Бұл жерде сына тәрізді сүйектің бұл бетінде криста инфратемпоралисті ажыратады. Криста инфратемпоралис. Сондықтан латералды қанат тәрізді бұлшықет, криста инфратемпоралис және қанат тәрізді өсіндінің латералды табақшасының сыртқы бетінен басталады. Мына қараңыз, шықшыт буынына келеді де, шықшыт буынның қапшығына және буын ішілік дискіге барып бекиді. Біз оны шықшыт буынның құрылысын оқыған кезде айтып өттік. Келесі медиалды қанат тәрізді бұлшықет. Медиалды қанат тәрізді бұлшықет енді қанат тәрізді өсіндінің медиалды және латералды табақшасының арасында фосса птеригоидия қанат тәрізді шұңқыр бар. Міне осыдан басталады. Әрі қарай төменгі қарай түседі де, төменгі жақ сүйектің не қараймыз, бұрышының медиалды бетінде бұл жерде туберосоид птеригоидия бар. Сол жерге келіп бекиді. Сондықтан бұл бұлшықеттердің бәрі шықшыт буында қозғалыстар жасайды. Егер латералды бұлшықет жиырылатын болса, шықшыт буында төменгі жақта қарама-қарсы жаққа қозғайды. Және шықшыт буын алдыға қарай қозғауға ықпал етеді. И медиалды бұлшықетте солай, медиалды бұлшықетте қарама-қарсы жаққа қозғайды. Және жылжыған кезде төменгі жақта
ол қанат тәрізді өсіндіге тартқан кезде төменгі жақ, мінекей былай қарайтын болсақ, ол алдыға қарай жылжиды. Сондықтан бұл бұлшықеттердің функционалдық тұрғыдан төртеуі де шықшыт буында қозғайтындықтан шайнау бұлшықеттер деп аталады.